менің педагогикалық идеяны айтып отырған идеям жұмысымның алғашқы кезінде кедергі туғызған қиындықтардың бірі оқушылардың үй тапсырмасын толық орындамауы. Осы шешімді мен қалай шешемін деп ойладым. Ойлана келе мен мынандай шешімге келдім. Сіздер бүгін осында келерде не кем деп ойладыңыздар? Не кем деп ойладыңыздар? Осы конкурсқа келерде, немесе таңғы ас ішерде не ішем деп ойладыңыздар? Кофе, немесе чай, тағы да басқа. Я, жақсы, рахмет. Енді осы сіздерде не болды? Сіздерде таңдау еркі болды. Сіздерде не болды? Сіздерде таңдау еркі болды. Яғни мен оқушыларға таңдау еркін бердім. Мен үй тапсырмасын орындауда оларға фасилитатор қызметін атқардым. Фасилитатор қызметі, яғни бағыт бағдар беруші. Яғни осы кезде мен қараңыздар, бұл ненің белгісі? Олимпиада, я, жақсы. 5 құрлықты біріктіре отырып жарыс өткізу. Мен де өз сабағымда үй тапсырмасын 5 шеңберге ала отырып 5 levels әдісін ойлап таптым. Яғни, біріншісі information. Яғни, тақырып төңірегінде оқушылар ақпарат жинақтап алып келеді. Мейлі ол реферат, сөз жұмбақ, конспект немесе тағы да басқа. Оны сабақ үстінде ауызша қорғайды. Келесі, интердисциплинарлық әдіс, яғни пәнаралық байланыс. Пәнаралық байланыста оқушылар кез келген пәнмен байланыстырып зерттеп келеді. Мысалы, мен қан тобын өтсем, ол химияда қанның құрамын және математикада шығару жолдарын қарастырып келеді. Келесі, интеллектуал гейм, яғни интеллектуалды ойын. Интеллектуалды ойында оқушылар, яғни үй тапсырмасында логикалық тапсырмалар немесе қызықты мәліметтер жинақтап алып келеді. Соның бірі біз қан топтары генетика бойынша өткен болатынбыз, бір қызықты мәліметмен сіздермен бөліссем деп едім. Аустралияда алтын қанды адам деп аталып кеткен Джеймс Харрисон есімді ерекше адам тұрады. Оның жасы қазір 81-де. 64 жыл бұрын Харрисон өзінің қан тобының арқасында миллиондаған адамның өмірін құтқарған. Алтын қан тобында өте сирек кездесетін органикалық заттар бар. Мұндай қан резус факторына қарамастан кез келген адамға жарай береді. Көптеген дертке дауа болған құнды қан тобы әлем бойынша 43 адамда ғана бар. Жақсы, рахмет. Яғни осыны оқушым алып келген болатын. Келесі, моделинг, яғни оқушы өз қиялына ерік бере отырып, әр тақырып төңірегінде модель құрастырып алып келеді. Көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде адам анатомиясына көзден, ДНК-дан және де сүйектерден модель құрастырып алып келген болатын. Қарапайым үйдегі заттардан. Келесі бізде креативті. Яғни креативті шығармашылық дамуын ойлау арқылы әртүрлі шығармашылық жағынан видео түсіріп алып келеді, немесе зерттеу жұмыстарын жүргізіп алып келеді. Соның бір-екеуін сіздермен бөліссем, яғни мына жерде оқушы микро-макро элементтер және де витаминдердің маңызы туралы тақырыпта зерттеу жүргізіп, сарымсақтың шашқа зияны мен пайдасы тақырыбында видео түсіріп келген болатын. Болашақта осы тақырыпты мен ғылыми жұмыстарға алдым. Сонымен қатар 7 сыныпта гүл құрылысын өттік. Гүлді оқушылар мектеп ауласына отырғызған болатын. Және де осы жобаның аясында жасыл желек жобасына үлкен үлестерін қосты. Яғни мектепте жасыл желек бұрышы пайда болды. Сол бұрышынан кейін оқушылар оны көктемде жылыжай қылып ауыстырып жаңағы жемісін жеген болатын. Енді сіздер бұл бұрыннан бар, не жаңалық ашып отыр деп ойлайтын шығарсыздар, я? Сіздер бірақ бұл үй тапсырмасын бергенде жалпылама бере саласыздар. Бүгін осыншасында параграф, модель құрастыру немесе конспект жазып беру. Ал бұл әдісті 5 levels әдісін қолдансаңыздар, оқушылар 5 бағытта жұмыс жасап келеді. Мен қысқаша өзімнің тәжірибеммен бөліссем сіздерге қазір. Бұл жерде 8-ші сынып 3-ші тоқсан қозғалыс бөлімі 6 сағатқа берілген. Яғни мен оның 5 бағытқа, 5 тақырыпқа үй тапсырмасына аламын.
ала отырып мен мысалы мына жерде бақытқан азамат үй тапсырмасына бірінші тақырыпқа адамның қаңқа құрылысына ол информейшн бағытына тапсырма орындап келді. Мен оған плюс қойдым. Ал қалған жерлерде олар келесі тақырыптарда ода ешқандай плюс жоқ. Яғни ол кезде ол мүмкін сабақта болмауы мүмкін, немесе тапсырма орындамай келуі мүмкін. Енді бұл жерде артықшылығын айта кетейін сіздерге. Мысалы, бақытқан азамат қаңқа бөлімдерде сабақта болды. Ол information, яғни реферат немесе баяндама жазып алып келді. Келесі күні сабақта болған жоқ, келесі сабақта. Бірақ ол білім класстан тақырыпты көріп, қалған 4 бағыт бойынша үй тапсырмасын жасап алып келді. Немесе модельдеу, басқа да бағыттар бойынша. Яғни бұл жерде бала ойланбайды, үйге не берді, оқушылардан, сыныптастардан сұрамайды. Не тапсырма берді үйге деп. Менде ертең биология екен ғой, мен алдында ақпарат алған болатын, осы жолы мен модель жасайын деген сияқты. Және де әлсіз тұстарын сіздерге айта кетсем, мысалы кейде тақырыптар, бөлімдер болады, 2-3 тақырыпты қана қамтитын. Сол кезде сіздер өздеріңіздің шеберліктеріңізге қарай ыңғайластырып алсаңыздар болады. Яғни келесі бөліммен бірге біріктіріп 5 бағытқа үй тапсырмасын берсеңіздер болады. Сонымен қатар балаға ерік бере отырып біз пәнге деген қызығушылықты арттыра аламыз. Ал қызыққан баладан нәтиже шығады. Рахмет.